Барлықтарыңызға сәлем. Біздің кезекті тақырыптың С деңгейіндегі есептерді шығарамыз. Сонымен кеттік. Бірінші есеп. Жиындар қалай аталады деді. Бірге және сол санның өзіне тең әртүрлі екі ғана бөлгіші бар натурал сандар жиыны. Яғни бірге және өзіне бөлінетін сандардың жиынын біз жай сандар жиыны деп атаймыз. Жай сандар. Келесі, бірге қалдықсыз бөлінетін натурал сандар, яғни екіге қалдықсыз бөлінетін натурал сандар жиыны, ол бізде жұп сандар. Жұп сандар жиыны. Келесі, үшінші, ол бізде алымы бірге тең бұл жай бөлшектер жиыны, ол бізде бірлік бөлшек. Бірлік бөлшек жиыны. Ал соңғысы, бірліктерден тек кіші разрядтар бар ондық жүйеден жазылған сандар жиыны, ол ондық бөлшек жиыны. Мына цифрларды пайдаланып, екі таңбалы сандардың А, Б және С жиындары элементтермен жазыңдар деді. Екі таңбалы сандар. Давайте, бірінші ол бізде А жиыны болсын. А жиыны ол бізде 26 және 62 сандарынан құралады. Екіншісі Б жиыны болатын болса, ол бізде 0-ден бастай алмай, сонымен ол бізде 10, бірінші 17, егер бұл қайталанбайды деп алатын болса, және бізде болады 70 және 71. Келесі С, ол бізде болады 35, 39, 53, 59 және 93, 95 деген сандар болады. Келесі, суретте А және Б жиындарының элементтері Эйлер-Вен дөңгелектермен кескінделген дейді. А жиынын Б жиыны элементтермен жазыңдар дейді. А жиынын Б жиын элементтермен, яғни Б жиында элементтер қандай болып тұр? 1, 3 және 5. Екіншісі, А жиынының Б жиынның элементтер санын белгіленумен жазыңдар еді. Бізде А жиынында қанша элемент бар? Б жиынында бар, ол 3 элемент. Және оны бұлай да жазу керек сияқты, мен ойымша. Ол бізде 3. И соңғысы, үшіншісі, ол бізде А жиынның қай элементі тиісті емес, Б жиынның қай элемент тиісті емес дейді. Сонымен бізде А жиынына тиісті емес, ол қандай сандар? 9 және 7. 9 және 7 деген сандар, ол бізде А элементіне тиісті емес, және Б жиынына тиісті еместер, ол бізде 15 деген сан. Және жауаптар осындай. Жиын элементтерінің қасиеттері бойынша берілген А жиынның элементтерін жазыңдар дейді. Сонымен бізде нейді А, X деген элемент тұрады, X бізде натурал сандар, және X 12 санның бөлгіштері. Давайте бірінші 12 санның бөлгіштерін жазып алайық. Ол бізде 1-ге бөлінеді, 2-ге, 3-ге, 4-ге, 6-ға және 12-ге бөлінеді. Сонда бізде және кішкентай ма? Жоқ. Сонда бізде А элементтерінің жиыны осы сандар болады. 1, 2, 3, 4, 6 және 12. Және барлығы бұл натурал сандар. Ондық бөлшекті жай бөлшектерін жазып есептеңдер дейді. Давайте шығарып көрейік онда. Бірінші 8, 48, 59. Минус азайтылған 75 бөлінген 100. Бөлінген 9 азайтылған 22,10. 22-ден 10, көбейту 11, 55, қосылғаны 61, азайту 35 бөлінген 10, жақша жалпан көбейту 7-ден 9. Енді мына жерді қысқартса болады, мен ойымша 25-ке. 25-ке қысқартатын болса астында 4, үстінде 7 болады. Бөлінген 9, азайту 22-де 10, көбейту
61-11 азайту мына жерде 5-ке қысқарт болады. 7 және 2 көбейту 9-дан 7 тең болады. Енді ортақ бөлім бері 2, сонда бізде болады астында 8, үстінде 59 азайту 14, ол бізде 45 болады. Бөлінген 9 азайту 22 бөлінген 10 көбейту. Ана жерде ортақ бөлім бізде мына 11, 2 болады. Сонда 61 көбейту 2 азайту 77 болады. Давайте соны 61 көбейту 2 болады 22 азайту 77. Ол бізде болады 5, 4. Сонда 45 бөлінген 11 көбейту 2, яғни 22 болады. Көбейту 9 бөлінген 7 тең болады. Сонда 45 бөлінген 8 бөлінген 9 азайту номинал қысқартамыз. 10 мен 45-ті 2-ден 5-ке қысқартса бұнда 2, нарада 9. Сонда бізде 9 бөлінген 2 көбейту 9-дан 7 тең болады. 45 бөлінген 8 бөлінген 9 бөлінген 2 болады нарада көбейту 9-дан 7. Сонымен мынау ауысады. Ауысқан кезде бұл көбейту болады. Нарада 9, нарада 2 көбейту 9, 7. Соны 9 қысқартамыз. 2 мен 8-де бұл біз жерде болады бізде 4. 45 мен 7 қысқармайды. Сонда жауабымыз 45-те 28 болады. Сонымен есептер тамам. Сұрақтарыңыз бар болатын болса, комментарий қалдырып кетсеңіздер болады. Рахмет.